Сәлем достар. Бүгін біз шай туралы айтатын боламыз. Сарайыңды ашатын, шаршағанды басатын, шай болмайды ғаламда, самаурынның қара шайының асатын дейді қазақ. Шай қазақтың сүйікті сусыны. Алайда біз күнделікті ішіп жүрген шайдың пайдасы мен зиянын туралы білеміз бе? Онда біз шай туралы бүгін айтатын боламыз. Шай мидың белсенділігін арттырады. Қара шайдың құрамында мидың жұмысын жандандыратын және есте сақтау қабілетін жақсартатын амин қышқылы театин бар. Сондай-ақ сергітетін кофеин де кездеседі. Л-театин мен кофеиннің үйлесуі миға жақсы әсер етіп, сананың толық айқындық сезімін тудырады. Ұйқының орнына жақсы көңіл күй сыйлайды. Кофе мен шайдың айырмашылығы: кофе бірден қуаттандырады, бірақ бұл әсер бірнеше сағаттан кейін жоғалады. Қайта сергу үшін сізге тағы бір шынайы кофе керек. Осылайша кофеинге тәуелділік пайда болады. Ал қара шай жұмсақ, серпіліссіз қуаттандырады, баяу, бірақ денеге қауіпсіз әсер береді. Бұл бір тәулікке арналған энергияның кепілдірілген өсімі болып табылады. Шайдың көптеген емдік шипалары бар екен. Сүт қосылған қою және тәтті шай халық емінде нашадан, дәрі-дәрмектен, ішімдіктен уланған жағдайда оның бетін қайтаратын емдік сұйықтық ретінде пайдаланылады. Бал, қара бұрыш қосылған шай зәр қуғыш және тыныс жолдарына суық тигенде терлететін дәрі орнына басады. Жас шай жапырағының шырынымен, шай шырын сөлімен немесе ұнтақталып үгітілген кепкен шаймен дененің күйген жерлерін емдейді. Кепкен көк шайды шайнау жүрек айнағанды және аяғы ауыр әйелдерде, автокөлік шайқалғаннан кейін, теңіз сырқаттарынан болатын құсып, қатты лоқ суды басуға жақсы көмектеседі. Кешегі шаймен көзді сүртсе, көздің қызарғаны басылады. Таңертеңгі және кешкі тісті жуар алдында онымен ауызды шайса, тістің түбі нығаяды. Шай бүйрекке тас байлануын болдырмайды. Шай түрлі бактерияларды өлтіре алатын күшке ие. Негізінен ол сүзек, дизентерия тәрізді аса қауіпті бактерияларды жояды. Шай қан құрамын, жүрек жұмысын жақсартады. Бірақ қара шайдың да ағзаға зияны болуы мүмкін. Суық тиген кезде қатты шай жапырақтарын ішу дене температурасын одан сайын жоғарылатуы мүмкін. Одан гөрі лимон мен әлсіз шай ішкен дұрыс. Сонда сіздің иммунитетіңіз вируспен белсенді күресе бастайды. Шайды тым ащы қылып ішпеңіз. Ол денсаулыққа зиян. Егер түн уақыты болса, ұйқыңыз келмей, басыңызды ауыртуы мүмкін. Дәрі-дәрмек қабылданған кезде шай ішуші болмаңыз. Себебі шай дәрінің күшін жояды. Шайды тамақтан алдын немесе тамақтан кейін ішуге болмайды. Тамақ пен шайдың арасы 20-30 минут болған дұрыс. Шай тұрып қалса, оны ішуге болмайды. Негізінде шай демдегенде 20-30 минуттан кейін өзінің құрамындағы заттармен қышқылдану процесін бастайды. Хош иісті заттармен пайдалы деген құрамдас бөліктері фенол, липоид, эфир майы жарамсыз болып қалады. Қайта демдеген шайдың пайдасы жоқ, керісінше зияны бар. Алғаш рет демдеген шайдың пайдалы заттардың жартысына жуығын алсаңыз, екінші рет демдегенде 30%, үшінші рет демдегенде 20%, ал одан кейінгісінде 10% пайдалы заттарды ала аласыз. Көп мөлшерде ішуге болмайды. Қара шайды көп пайдаланудың зияны бар. Сондықтан күнделікті қалыпты мөлшерде сақтаған жөн. Қалыпты мөлшер ащы емес шайдың 4-5 шынаяғы болады.